Ассалаумалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай фастфуд тағамдарының бірі Цезарь ролл тағаммен бөлісетін боламын. Бұл тағамның дәмі өте керемет болып шығады. Егер сіздерге ұнаса, менімен бірге болыңыздар және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мені қолдап отырыңыздар. Көптеген адамдар менің видеомды қарағанмен лайк баспайды екен, сондықтан лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен тауық етін осылай кесіп аламыз, және де тауық етіне дәміне қарай тұзы мен бұрышын қосамыз. Содан кейін екі ыдысқа осылай панировочный сухаримен жұмыртқамызды жарып, жақсылап жұмыртқаны араластырып аламыз. Одан кейін тауық етін бірінші жұмыртқаға малып, содан кейін панировочный сухариға маламыз. Солай барлығын жасап шығамыз. Содан кейін табамызға майымызды құйып, жақсылап қызғаннан кейін тауық етімізді салып, екі жағынан қызартып, жай отта қуыратын боламыз. Дәл видеодағыдай дөңгелек лавашымызды аламыз. Одан кейін мен сияқты Цезарь соусын жақсаңыздар болады, немесе қаймаққа, майонезге, горчица мен чеснокты салып, кетчуп қоссаңыздар да болады оған. Солай жасап, соусымызды жағатын боламыз. Одан кейін салат жапырақтарын салып, жаңағы пісірген тауық етімізді саламыз. Содан кейін мен сыр салдым. Егер сіздерге сыр салған ұнамаса, салмай қоюға болады. Одан кейін помидорымыз саламыз. Содан кейін осылай видеодағыдай бүктеп алатын боламыз. Бұл құрамның қасына кейбір адамдар жуа қосып жатады. Егер сіздерге жуа ұнаса, солай қосып жасап көрсеңіздер болады. Бұл тағам бізге өте қатты ұнады. Егер сіздерге ұнаса, жасап көріңіздер және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасағаннан кейін лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де мына жерде шыққан екі видеоны қарауға кеңес беремін. Егер сіздерге қызық болса, қарап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған әзірге Мейрам қызы. Ассалаумалейкум.